Сезім мен серт телехикаясы 58-60 бөлімдер. Эмир мен Райхан жолға шығады. Райхан шындықты айтқысы келіп, дәті бармайды. Кемаль жарақат алып, Лейлаға көзіме көрінбе деп ренжіп кетеді. Райхандар Хадиджеге келеді. Лейла Кемальдің жарақатын таңып жатырғанда, әкемді босат дейді. Кемаль болса, сен әкеңнің кім екенін жақында көз жеткізесің дейді. Райхан мен Эмир Хадиджа апаның үйін реттеп береді. Сол кезде Райхан Сақинаны не үшін шешкенін айтқанда, Эмир болса, мен әкем көрмесін деп айттым. Маған бәрібір болатын деп Райханның көңілін түсіреді. Олар сол үйде ауызашарға қатысады. Екеуі кетіп бара жатырғанда Эмир бейтаныс жігіттің Райханға қарап тұрғанын байқап, әйелінің қолынан ұстап алады. Суна болса хат жазып отырады. Оған Мелекер келгенде ол мазаламауын өтінеді. Мелекер Сунаны Райханға айтады. Райхан оған келгенде Суна емге түбегейлі қарсы екенін жеткізеді. Түнде Лейла сигнализацияны әдейі қосып қояды. Кемаль оған келгенде әкемді шығармасаң мазаңды аламын дейді. Кемаль да өз дегенінен қайтпайды. Лейла оған ұрлық жолына қалай түскенін баяндап, менің ешкімім болмады. Мені Талаз әкем өсірді. Ол болмағанда мен далада өстім. Қатты қиналдым. Ол мені өмірге үйретті деп айтып береді. Райхан мен Эмир бір-біріне айтқан сөздеріне ойланып жатады. Джемрет Джавиданға келеді. Бір кезде олар Сунаның Райханды қуып жатқан дауысын естиді. Оларға Эмирлер де келеді. Эмир Райханға ұрса жөнеледі. Мелекер Райханды жұбатып отырады. Кенет Эмир келіп Райханға ұрсады. Джавидан сол кезде алғаш рет Райханды жақтайды. Мұны Джемрет түсінбей қалады. Суна хат жазуды жалғастырады. Джемре Эмирді тыныштандыруға тырысады. Бір кезде ол Суна Райханның кесірінен өзіне бірдеңе жасап жүрмесін деп ой салады. Суна үйден шығып кетеді. Талазға Кемаль келеді. Ол Талазға сенің адвокатың болам, сені мына жерден шығарам. Алайда шыққасын Лейлаға жақындамайсың деп шарт қояды. Талаз болса бұған келіспейді. Райхан Сунаға келіп, оның хатын оқиды. Ол жерде үйден кеткені туралы жазылады. Райхан бұл хатты Эмирге көрсеткенде Эмир оған ұрса жөнеледі. Талас қызынан бас тартпайтынын айтады. Райхан мен Эмир Сунаны іздеуге кетеді. Екеуі паркке келіп Сунаны іздеп жүреді. Алайда ешқандай нәтиже болмайды. Суна жолдан өтіп өзіне қол жұмсауды ойлап тұрғанда, оны Таджи құтқарып қалады. Ол Таджиге алғыс айтып кетпек болғанда, Таджи олмен бірге кетеді. Үй іші Сунаны іздеп әлек болады. Кенет оларға Джемре де келеді. Кемаль үйге келіп Талазды шығара алмағанын айтқанда, Лейла болса сен уәде бергенсің деп ренжиді. Суна Таджимен танысып ішкі күйімен бөліседі. Таджи оған қолдау көрсетеді. Лейла әкесіне келгенде ол қызына Талаздың шартын айтады. Талаз оны Кемальдан кетуін өтінеді. Лейла оны тез арада шығарам деп уәде береді. Таджи Сунаға кез келген уақытта хабарлас дейді. Эмирлер үйге нәтижесіз келеді. Райхан бұл жағдайға өзін кінәлаумен болады. Кешкісін Суна үйге оралады. Ол бірден бөлмесіне кетеді. Эмир Райханға Сунаға баруға тыйым салады. Райхан Эмирден кешірім сұрағанда, Эмир оған үндемеуін өтінеді. Екеуі бұл мәселе бойынша салғыласады. Эмир оны тағы да ренжітіп алады. Джемре Сунаға келіп, Райханның сөзіне мән берме, ол сені танымағасын шекарадан шықты. Оны ойыңнан шығарып таста деп жатырғанда, Эмир келіп, сен шекарадан шығып кетті деген адам осы үйдің мүшесі, Сунаны бағалай білетін оның жеңгесі деп ұрсып тастайды. Эмир Сунаға Райхан сені жақсы көреді, оған ренжіме дейді. Джемре өз ойын айтпақ болғанда, Эмир оған отбасылық мәселелерге араласпа дейді. Джавидан Райханның Хадиджа апаға бара жатырғанын көріп, оған жылы сөздер айтып, Сунаның әрекетіне мән бермеуді айтады. Оны Джемре байқап ашуланып, сен Райханды қабылдаған екенсің, алайда мен дегенімнен қайтпаймын, Эмирді тартып алам деп ойлап тұрады. Джемре Райханды көндіріп бірге баруын өтінеді. Мұны Мелекер байқайды. Суна ұйқысынан шошып оянып, Райханның сөздерін еске алады. Кенет бір ғажап нәрсе орын алып, ол аяғын қозғалта бастайды. Ол Райханды шақырғанда Эмир кіріп келеді. Ол Эмирге аяғының қозғалып жатқанын көрсетеді.
Соны Райханды шақырып, Эмир оны іздеуге кетеді. Джемре Эмирдің әйелін жақтағанын есіне түсіріп, жылдамдықты асыра бастайды. Ол Райханның ескертуіне құлақ аспайды. Таджи Лейлаға келіп, Талазды түрмеде жаралағанын жеткізеді. Эмир Меликерден Райханды сұрап тұрғанда, кенет оған Юнжа звондап, Джемре апатқа ұшырап, жағдайы ауыр екенін айтады. Меликер шошып кетіп, Райхан да көлікте болғанын жеткізеді. Лейла әкесінің жағдайын естіп, Кемальды кінәлап, есін жоғалтады. Эмир болса дереу жолға шығады. Жавидан Меликерден жол апаты туралы жаңалықты естиді. Суна оларға келіп, Райханды сұрап, онымен бөлісетін маңызды жаңалығым бар, оның бірінші естігенін қалаймын дейді. Алайда олар ештеңе айтпайды. Эмир ауруханаға келеді. Юнжа оған бірнеше көлік соғылып жарылыс орын алғанын, бірнеше адам қайтыс болғанын, қазір оның жағдайы ауыр екенін айтады. Эмир Райханды сұрағанда ол білмейтінін жеткізеді. Эмир полицейлерге келіп, Райхан туралы сұрағанда, олар бұл есім науқастардың арасында жоқ екенін айтып, басқа емханадан іздеуін тапсырады. Эмир жол бойы әйелін ойлап жылаумен болады. Юнжа Джемренің жағдайы қалыпты екенін жеткізеді. Кемаль Талазға келеді. Ол Талазға сені жақын арада босатады. Бұны мен Лейла үшін жасадым. Алайда сенің Лейланы қылмысқа термелегеніңе жол бермеймін дейді. Талаз болса мен саған көрсетем деп сенім жатады. Эмир ауруханаға келіп Райханды сұрағанда, медбике оған сіз сипаттағандай бір қызға операция жасауда дейді. Кенет дәрігер шығып, біз қолдан келгеннің бәрін жасадық, алайда одан айырылып қалдық дейді. Эмир ол кісінің денесін ашқанда, ол жерде басқа адам болып шығады. Кемаль Лейлаға келіп, Талаздың жақын арада шығатынын жеткізеді. Эмирлер медбикеге қайта келіп, Райханды сұрағанда, ондай есім науқастардың арасында жоқ екенін естиді. Кенет Эмирге бір кісі звондап, әйеліңіздің сөмкесін таптық, оның көп бөлігі өртенген деп бөлімшеге шақырады. Нигер Сеферге Райхан қайтыс болды деп айтады. Оның әңгімесін Суна естіп қалады. Полицей Эмирге Райханның сөмкесін береді. Ол қиналып отырады. Кенет ол Райханның сөмкесін ашқанда өзінің суретін байқайды. Зафер оны жұбатумен болады. Эмир бұл жаңалықтарды әкесіне жеткізеді. Үй іші бәрі Райханды естеріне алады. Бәрі Райханның қадірін түсіне бастайды. Лейла әкесіне келеді. Талас Кемальды жамандаумен болады. Ол қызының ойын бұзып, маған қастандық жасатқан Кемаль, ол менің өлгенімді қалап әдейі ұйымдастырды дейді. Эмир үйге келгенде Райханды көріп, қатты құшақтап алады.